бүгінгі сабаққа қаншалықты дайынбыз, яғни соны сабақтың соңында белгілейміз. Әдемі ән шумақтармен бастайық, иә? Қайырлы күн болсын, қайырлы күн болсын, бүгінгі күн бәрімізге сәттілікке толсын. Сәттілікке толсын, және де сабақта белсенді болыңыздар, сұрақтар қойыңыздар және білімдеріңізді арттыра беріңіздер. таңдалсаңдарды біз не істейміз? Оларды баған түрінде үйренетін боламыз. Керей және Жәнібек. Керей мен Жәнібектің бұл монументі бізде қай жерде орналасқан? Астана қаласында орналасқан екен. Екі таңбалын сендер бөліп алыңдар. Ал енді бұл жерде жабыстырамыз тақтаға. Дұрыс. Дұрыс. Тағы да. Ал енді томирис оқи қойш. Кім деген? Адамның аты шықты? Ринат. Ринат Абенов. Ринат Абенов кім екен балалар? Керей мен Жәнібек монументінің авторы екен. Ал біз үйреткен болатын, не? Яғни 23-ке 3-ті көбейтсек балалар, оны біз 23-ті 20 және 3 деп жақшаға аламыз, және оны 3-ке көбейтеміз. Ал енді бүгінгі біздің нақты тақырыбымыз қандай? Баған түрінде көбейту. Абдымalik келе ғой. Осы тапсырма бойынша бәріміз бір-бірін пайдан аламыз. Тамыз айында одан 2 есе артық оқушы Астанаға экскурсияға барған екен. Біздің мектептен барлығы қанша оқушы экскурсияға барды? Ал кім шығарды? 129 оқушы барды. Қаламды аламыз. 1 жоғары, оңға, солға, төмен, жоғары. Яғни қар бетіне айландырамыз, мұзғаймыз. Не істейміз? Барлық шаршағанымызды осымен шығарып тастаймыз. 24-ке көбейтеміз, яғни бізде 40. Дұрыс па жауабы? 99. Тексереміз. Жарайсыңдар. Сабақта мен белсіз адым немесе пассивті. Көтерілді.